Отандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер үшін 170 миллион тұтынушысы бар. Шамамен жалпы ішкі өнім сомасы 1,8 триллион ақш доллары болатын үлкен нарыққа жол ашылды. Бұл туралы ауыл шаруашылығы министрлігі жанындағы іскерлік кеңестің кезекті отырысында айтылды. 2010 жылы жұмысын бастаған кеден одағының нәтижесінде күрке, тауық, сиыр еті, макарон, ұн, күнбағыс майы, балық, тағы басқа өнімдер Ресей мен Беларусь нарығынан орын тапты. Вначале были различные опасения. Басында Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешені интеграцияға дайын емес, бәсекеге қабілетті емес деген сияқты түрлі күдіктер мен күмәндары болды. Бірақ біз бұл интеграцияның еліміздің ауыл шаруашылық саласына зор пайдасы тигенін көріп отырмыз. Интеграцияның 3 жылында Қазақстан одақтас елдерге шамамен құны 1 миллиард долларға жоқ агроөнімдерді экспорттаған. Мәселен, 2010 жылы 150 миллион, 2013 жылы 534 миллион долларлық ауыл шаруашылық тауарлары кеден одағы елдеріне жөнелтілген. Ал импорт қарқыны 2011 жылы 44% болса, 2013 жылы ол 3%-ға төмендеген. Ет болсын, бидай болсын, ұн болсын, макарон болсын, жеміс көкөніс болсын, оның сапасы да, оның өз құндылығы да, Өзбекстан болсын, Қытай болсын, біз Ресей болсын, бірді-бір меніңше ешқандай біздің кемшілігіміз жоқ.